Hello guys, how are you? Бүгін біздер сіздермен бірге онлайн сабақтың 10-шы күніне келіп жеттік. Бүгінгі біздің өтетін тақырып грамматикалық тақырып future simple, яғни қарапайым келер шақ деген тақырыпты өтетін боламыз. Бастаймыз. Future simple шағы қазақ тіліне қарапайым келер шақ деп аударылады. Енді соған толығырақ, нақтырақ тоқталайық. Бірінші, future simple шағын қалай қолданамыз, яғни ондағы етістікті қалай өзгертеміз деген сұраққа жауап іздейік. Бірінші, future simple шағын жасау өте оңай. Ол үшін бізге ең бастысы will деген көмекші етістік керек. Яғни біз осы will деген көмекші етістіктің алдына қоямыз. Мысалға, мен бүкіл жақта да барлық бірдей. I will read. Мен оқимын болашақта, алдыңғы уақытта. You will read. Сен оқисың. He, she, it will read. We will read. You will read. They will read. Яғни біз бұл жерге етістіктің алдына will деген сөзді қойып шығамыз. Сол кезде біз етістіктің болашақта болатынын, іс-әрекеттің болашақта болатынын түсіндіріп береміз. Келесі. Мысалы қараңыздар. I will be in Astana next week. Келесі аптада мен Астанада боламын. I will be боламын. Be дегеніміз болу деген аударылады. To be етістігі. I will be in Astana next week. Келесі. Енді future simple шағында сұралы сөйлем қалай жасалынады? Ол үшін жаңағы will деген көмекші етістікті алып, сөйлемнің алдына қоямыз. Мысалға will, одан кейін зат есім. I, you, he, she, it, we, you, немесе they деген секілді. Одан кейін етістікті қоямыз. Мысалға, will you be in Astana next week? Сен Астанада келесі аптада боласың ба? Will you read this book next week? Келесі аптада сен осы кітапты оқисың ба? Деген секілді сұрақтар қоя аламыз. Келесі мысал тағы бір қарап өтейік. Will she be at home this evening? Yes, she will. No, she will not. Ол бүгін кеште үйінде бола ма? Yes, she will. No, she will not. Я, ол болады, немесе жоқ, ол болмайды. Түсінікті, be дегеніміз болу деп аударылады. Тағы да айтам. Келесі. Енді future simple шағында болымсыз сөйлем қалай жасалынады? Ол үшін жаңағы will деген көмекші етістіктің қасына not деген сөзді қоса қоямыз. Болды. Мысалға қараңыздар. I will not, одан кейін етістік. Түсінікті? I will not read this book next week. Келесі аптада мен бұл кітапты оқымаймын. I will not be in Astana next week. Мен келесі аптада Астанада болмаймын деп айту үшін қолданамыз. Қараңыздар, сонымен қатар ағылшын тілінде негізінен қысқартылған формалар көп қолданылады. Сондықтан will мен not қысқартылған түрі бізде won't. Түсінікті? Won't дегеніміз мынау қысқартылған түрі көбіне won't деген форма қолданылады. Келесі қараңыздар, мысалы I won't go to the work tomorrow. I have day off. Мен ертең жұмысқа бармаймын. Go деген бару. Себебі ертең менде демалыс. Түсінікті? I won't, will not немесе go to the work tomorrow. Tomorrow I have day off. Day off дегеніміз демалыс. Менің ертең демалысым. Келесі. Енді ең маңызды бөлікке, сабағымыздың ең маңызды бөлігіне көшейік. Future simple шағын қашан қолданамыз? Соған тоқталайық. Бірінші жағдай ол болашақта болуы мүмкін іс-әрекеттерді айту үшін. Яғни болжамды айту үшін біз future simple шағын қолданамыз. Мысалға, leave the old bread in the garden, birds will eat it. Не дейді? Ескі нанды бақшаға таста, құстар жеп кетеді. Яғни біз бұл жерде will eat жеуі мүмкін, яғни мүмкін, жемеуі де мүмкін. Яғни болжамды айту үшін біз future simple шағын қолданып тұрмыз. Leave the old bread in the garden, ескі нанды бақшаға таста, құстар жеп кетеді. Birds will eat. Түсінікті? Болжамды айту үшін, болашақтағы болжамды айту үшін біз future simple шағын қолданамыз. Келесі. Болашаққа уәде беру, яғни мен осыны жасаймын деп айту үшін біз future simple шағын қолданамыз. Мысалға, I will help you after work. Мен саған жұмыстан соң көмектесемін. Жұмыстан соң саған көмектесемін. Яғни I will help, мен саған уәде беремін, яғни жасай алу мүмкін. After work, жұмыстан кейін. Түсінікті? I help you after work емес, I will help. Мен саған көмектесуімге уәде беремін деп айтамыз. Келесі, тез қабылданған шешім, яғни біз қазір айттық, және оны тез арада жүзеге асыратын болсақ, біз бұл жерде де future simple шағын қолданамыз. Мысалға, I am cold, I will close the door. Мен тондым, есікті жабамын. Яғни дәл қазір мен тонып тұрмын, салқын маған, сондықтан мен дәл қазір барып есікті
тез азғы уақыттың ішінде табамын. Ол үшін маған бір күн немесе бір сағат керек емес, дәл қазір жасалынатын шешім қабылданды және оны дәл қазір жасаймын деп айту үшін біз future simple шағын қолданамыз. Will close the door. Келесі. Енді осы future simple шағындағы сонымен достар, енді уақыт future simple'да қолданылатын, жиі қолданылатын уақыт түрлеріне көшейік. Бірінші ол өте жиі қолданылатын tomorrow, ол ертең деп аударылады. Мысалға, tomorrow he will play football. Ертең ол футбол ойнайды, оның жоспары бар. Tomorrow he will play. Келесі, екіншісі бізде бұл мынандай сөздер. Next дегеніміз келесі деген сөз. Яғни мысалға next week, келесі апта. Next day, келесі күні. Next summer, келесі жазда деген секілді. Яғни алдына next деп қолданылған барлық сөз тіркестерін біз future simple шағында қолданамыз. Келесі, in 5 minutes, 5 минуттың ішінде. Next month, келесі айда. In 2 hours, 2 сағаттың ішінде. Осы сөздерді және тағы да басқа көптеген сөздерді біз future simple. Сонымен достар, бүгін сіздермен бірге біздер future simple шағын өттік. Future simple дегеніміз қазақ тіліне қарапайым келер шақ деп аударылады. Енді осыны бір рет барлық өткен тақырыпты қайталап шығайық. Бірінші future simple шағы бізде қалай жасалынады? Future simple шағын жасау үшін біздер ағылшын тілінде will деген көмекші етістікті жалғаймыз. Яғни I will read, I will go деген секілді. Мысалы I will be, мен боламын. Келесі аптада бір жерде болатынымызды айтқымыз келсе, I will be деген тіркесті қолданамыз. Келесі сұраулы сөйлемде will деген көмекші етістікті алдыңғы орынға шығарамыз, одан кейін зат есім, одан кейін етістікті қолданамыз. Мысалға will she be at home this evening? Ол бүгін кеште үйде бола ма деп сұраймыз. Келесі болымсыз сөйлемде біз want деген немесе will not деген форманы қолданамыз. Мысалы, I won't go to the work tomorrow. Мен ертең жұмысқа бармаймын. I won't. Келесі future simple шағын қашан қолданамыз? Негізінен 3 жағдай бар. Бірінші жағдай болашақта болуы мүмкін іс-әрекеттер. Болжам, яғни. Екіншісі болашаққа уәде беру. Бір нәрсе жасап берем, жасай аламын деп. Үшіншісі тез қабылданған шешімді қабылдадық және оны дәл сол уақыттан аз уақыттың ішінде жүзеге асырғымыз келсе, бұл жерде біз future simple қарапайым осы шақты қолданамыз. Келесі future simple'да жиі қолданылатын уақыт істеулері. Бірінші ол tomorrow, ертең деген, next week, next month, next summer деген секілді next-тен басталатын сөз тіркестері. Келесі in 5 minutes, 5 минуттың ішінде, in 10 minutes деп өзгертуге де болады. Next month, in 2 hours, 2 сағаттың ішінде немесе 4 сағат, 5 сағат деп сағаттың санын өзгерте беруге болады. Сонымен біздің бүгінгі тақырып аяқталды. Тақырыбымыз future simple туралы болды. Енді үй тапсырмасы бірінші осы видеоның астында ссылкадан өтіп, тесттен өтіп біліміңізді тексеріңіз. Екіншіден future simple шағындағы 3 сөйлем жазып, өзіңіздің болашаққа арналған 3 жағдайға қатысты 3 сөйлем жазып, біздің үй тапсырмасы чатына жібересіз. Түсінікті ме? Яғни 3 сөйлем, бірінші сөйлем ол болашаққа болжам туралы, екіншісі уәде беру туралы, үшіншісі тез қабылданған шешім туралы 3 сөйлем жазасыздар. Сонымен бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.